Сәлем достар, менің есімім Асхат және де Балдыспай каналы. Бұл каналда мен басты мақсатым тауарларға шолу жасау арқылы адамдарға онлайн сатып алуды жәрдемдесу. Мен өз каналымда барынша қазақша сөйлеймін және қазақша контентті көбейтуге өз үлесімді қосып жүрмін. Дегенмен бұл ережені бүгін бұза отырмын. Өйткені менің қолымда бүгін қазақша сөйлемейтін Алиса. Алиса не істей алады және оның қандай мүмкіндіктері бар? Соны айтамыз бүгін. Кеттік. Алиса мини жеке ассистенті. Және де бұл колонкада Алиса бағдарламасы жұмыс істейді. Қорапта әртүрлі жапсырма қағаздары, қуаттау блогы, USB-C кабелі, нұсқаулық және колонканың өзі бар. Колонкамен бірге Яндекс Плюске және Яндекс Музыкаға 3 айға жазылуға тегін. Колонкада Wi-Fi және көк түс бар. 4 микрофоны бар, қуат көзі USB-C кабель арқылы. Колонкада батарея жоқ. Батырмадан жалғыз батырма, ол батырма микрофонды айырады. Қосымша 5 секунд бұл батырманы басып тұрса, колонканың барлық баптамалары зауыттық баптамаларға ауысады. Яғни, жаңадан келген колонка секілді болады. Колонканы басқару жанасу ишарасы арқылы жүргізіледі. Яғни, колонканы басса әуендер, оятқыштар, түрлі бұйрықтар тоқтайды. Ал қолыңызды алып жоғарыға көтерсеңіз, немесе төменге түсірсеңіз, дыбыс деңгейі азайып және көбейеді. Ал енді Алиса не істей алады? Үйіңізде ақылды үй элементтері болса, Алиса басқара алады. Алиса, включи свет. Я бы с радостью, но здесь нужны специальные устройства для умного дома. Дауыс бұйрығы арқылы оятқыш, будильник немесе ескерту орнатылады. Включи напоминание через минуту. Снять Что вам видео. напомнить? Снять видео про Алису. Поставила напоминание снять видео про Алису на сегодня в 10 часов 26 минут. Сегодня в 10 часов 26 минут вы хотели снять видео про Алису. Алиса, поставь будильник через минуту до Казан. Ваш будильник на сегодня в 10 часов 31 минуту. Завела. Вас разбудит. До Смукасан. Сонымен қатар, Алиса колонкасы музыка бере алады. Алиса, включи Ермек Серкебаев. Включаю Ермек Серкебаев. Алиса, включи Роза Багланова. Включаю Роза Багланова. Алиса, включи Бибигуль Тулегенова. Я не нашла музыки по вашему запросу. Попробуйте еще. Сонымен қатар, Алиса колонкасы ертек айтылады. Бірақ орысша. Алиса, расскажи казахские сказки. Включаю подборку «Казахские сказки». Старики меня знают и дети, всюду знают меня и все, поскольку нет на свете, на целом белом свете нет парня веселее Алдара Кассе. Людям добрым мой смех не помеха, а над злыми я зло шучу. Купец торгует мехом, мулат торгует эхом, а я торгую смехом. Бери, не хочу. Алиса колонкасының тағы да бір қызмет аясы, ол ақпаратты іздеп, дауыстап, баяндап беру. Алиса, какой курс доллара? 432,94 тенге. Алиса, курс рубля? 5,62 тенге. Алиса, почему тенге слабеет? Нашла ответ на Forbes.kz. Слушайте, население ожидает ослабления. Финансист и экономист Мурат Тимирханов говорит,
То, что тенге к доллару продолжает слабеть, несмотря на достаточно благоприятную цену на нефть и на сильную позицию рубля к доллару, объясняется высокими девальвационными ожиданиями населения и бизнеса. Алиса, Балаларға ермек дай болатын звук дыбыс 7. синтезатор бар. Включаю. Синтезаторда 58 дыбыс бар. Және де осы колонканы сатып алуға түрткі болған басты себебі ол қоңырау шалу. Үйде балалар телефонды естімей, немесе дыбыссыз режимде салып қоятын әдеті бар. Ал колонканы естімей қалу мүмкін емес. Вам звонит Асхат Алпызбай. Алиса, подними трубку. Қорытындыласақ, бұл колонканың сатып алушысы кім? Менің ойымша, бұл колонканың сатып алушысы 15-30 жас аралығындағы орысша жақсы сөйлейтін, немесе орысша үйренгісі келетін, орташа табыс табатын, күнделікті ақпаратты қажет ететін адам. Тек қазақша сөйлеймін, маған қазақша ақпарат керек дейтіндерге бұл колонка көңілден шықпас. Бүгінше осы, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Дегенмен Алиса қазақша сөйлей алмағанымен қазақша музыканы жібере алады. Мысалы, Алиса, включи канал. Здравствуйте. Алиса, включи канадскую музыку. Включаю Глен Гульд, альбом Canadian Music in the 20th Century. Алиса, стоп.